Кімде-кім бір күнде 100 рет салауат айтатын болса дейді. 100 рет. Тым қиын емес, я? Әр намаздан кейін 20-20-дан бөліп қойыңыз. 3-ақ минутта кетеді. 100 салауат айтады дейді. Кімде-кім 100 салауат айтса бір күнде, Алла оның ақыреттік 70 қажетін дейді. Дүниелік 30 қажетін өтейді дейді. Ал 100 қажетін өтеп береді екен Алла. Ақыреттік ең көбін қаяққа алып қойып тұр, ең қиын кезеңге алып қойып тұр. Яумы сақ дейді. Ең ауыр күн ол. Адамдардың қабағы түйіліп кетеді, ашылмайды адамдардың қабағы ол күні. Бір-бірінен қашып кетеді. Әке баладан, шеше қызынан, әке шешеңнен туған өзіңнің бауырың, әйел бала шағаң ешкім керек емес деп қашатын күнге 70 қажетті алып қойған. Көрдіңіздер ме? Бәрі қашып кетеді бір күні. Ол күні ешкім, пайғамбарлардың өзі қашып кетеді, сізден білесіз бе? Адам атадан бастап қашып кетеді барлығы. Кім ғана қалады? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана қалады екен.